Топонимикалық аңыздар. Ұлытау туралы аңыз. Сонау бір заманда Тұран ойпатындағы осы бір тауда Зәрдеш Зороатуштра есімді ұлы өмір сүріпті. Кейінде бүкіл әлем адамзаттың ұлы ұстазы деп таныған сол Зәрдеш тау басына шығып, тас үңгірде тұрыпты. Таң атқаннан кеш батқанша таудың ішін аралап, көкке шаншылған ғажап шыңдардың сұлулығына таңданып, маңайына хош иісті жұпар шашқан көгілдір көркем аршасына ақ балтыр ару қайыңы мен хас батырдай қасқайып өскен жас теректеріне сүйсіне қарайды. Тауда туып, таста өсіп, дала сырына қанығып жүрген бала жігіт бірде таудағы үңгірде ұйықтап қалады. Түннің бір уағында Зәрдешті ғажайып бір күш орнынан тұрғызып, таудың сонау ең биік ұшар басына аяғының ұшын жерге тигізбей алып ұшып, көтеріп шығарады. Тау басына шыққан Зәрдеш өн бойындағы бір оң өзгерісті байқайды. Есін жиып, жан-жағына қарағанша болмайды. Аспан әлемінің маңайын алтын сәуле, нұрға бөлеген ғажайып шуақ төгіле береді. Нұр сәуле қапелінде не болғанын аңғармай қалған Зәрдештің жүрегін жарға толтырып, көңілін қуанышқа бөлейді. Шуақты нұр тұтас тауды бұрын соңды жер беті көрмеген ғажайып алтын шұғылалы сәулеге шомылдырады. Мол шуаққа бөлінген Зәрдеш сол сәтте жаратушы Алланың нұр сипатын көреді. Алланың нұрына бөленген Зәрдеш өзіне жаратушының аян беріп тұрғанын біледі. Адамзат баласына тура жол нұсқауда, жақсылыққа бастауда Алла тағала Зәрдешке жүктейді. Сөйтіп, ұлы ғұлама осы шап-шағын кішкентай таудың үстінде Алланың шуақты нұрына бөленеді. Ертеңіне Зәрдеш етектегі елге елдіктің жайын, адамгершіліктің мәнін уағыздайды. Сол заманда біреу қайтыс болса, сол үйдің ет жақындарының бірін бірге көметін бір тұрпайлық бар екен. Зәрдеш алдымен осыған тоқтау айтады. Бұрыннан қалыптасып қалған дәстүр салты бар ел Зәрдеш айтты деп тоқтай қалсын ба? Осының өзін өлтірейік. Бізге жөн жоба айтатын бұл кім? Деп Зәрдешке қалың топтың ішінен 10 шақты адам тұра ұмтылады. Олар жақындап, Зәрдешке қол сала бергенде, көктен жасын ойнап, ызалы топты түгелмен ұйпап жібереді. Оны көріп тұрған қалың топтың ішінен Зәрдешке батып, енді ешкім қайта ұмтыла алмайды. Көп ішіндегілер арасынан, «Ау, халайық, мына балада қасиет тұр ғой. Осының айтқанына көнейік» деп Зәрдештің сөзін құбалады. Сол жерде Зәрдеш халыққа Алладан аян алғанын, жаратушының осы тауға нұры тигенін, осы өңірдің қасиет шуағына бөленгенін айтып, бұл тау бұдан былай барлық таудың ұлығы, Ұлытау болып аталады деген екен. Содан бері бұл тау жай тау емес, Алланың аян нұрына шомылған қасиетті Ұлытау болып аталыпты. Алланың нұры тиген тау содан кейін жер бетіндегі барлық таудан өзгеше ұлы атанып, ұлы болған екен. Алланың нұр шапағатымен қатпар-қатпар тасты жарып тереңнен шыққан толқынды тас бұлақты күндіз түні, Алланың нұр шапағатымен қатпар-қатпар тасты жарып тереңнен шыққан толқынды тас бұлақты күндіз түні, қысы жазы 6 басты айдаһар күзеткен дейді. Тас бұлақ таудың әр тасына нәрі беріп, жер бетіндегі барлық сулардың түйіскен жүрегі, арналы анасы аталған екен. Бұл сөздің шындыққа келетінде қисыны бар. Оның дәл айғағындай жер бетіндегі үлкен кіші өзен, көл, теңіз бен мұхиттың түп тамырына көз салсаңыз, тарау-тарау, сан салалы тармақтардың бәрі келіп, осы Ұлытаудың тас үңгірінен басталып, дүниенің 4 бұрышына таралған бұлақ түбінде түйісетін секілді. Осы бұлақтан бастау алған 4 тармаққа зер салсақ, әлем картасындағы барлық судың негізгі көзін көргендей боласыз. Сонау солтүстік мұзды мұхитына құйып жатқан Об өзені осы Ұлытау түбіндегі айдаһар күзеткен Зәрдеш су ішкен бұлақтан бастау алатын Терісаққаннан басталады. Терісаққан есілге, есіл Об өзеніне құйып жатыр. Одан әрі солтүстік мұзды мұхитының ернеуіне асып түседі. Ал мына жағы
оңтүстікте қара кеңгір, сары кеңгір жарыса ағып таласқан бойы бетпақтың шөлін кесіп өтіп, Сарысуға қосылады да әрісі Жеті өзен Жетісуға құлап, іле бойлап Азия асып кетеді. Шығысында осы бұлақ Жақсы Көң өзені арқылы теңізге жетеді. Батысын бойлай жүрген адам өзен арнасымен Қараторғай, Сарыторғай, Ұлы Жыланшақты бойлап Торғайды толтырып, Ырғызбен Аралдан асып теңізге жетеді. Аңыз түбі шындық деген осы болар. Бурабай туралы аңыз. Көкшетау таулары үстіндегі аспан көкпеңбек, көгілжім нұрлы, ауасы тұнық әрі мөлдір болғандықтан да Көкшетау деп аталады. Ерте заманда осы тауларда бір еркінде тәкәппар Ақбас бура мекен етіпті. Ол бураның әсемдік сипаты, биік тұрпаты, қалың жүнінің шаңқан ақтығы көрген адамды таңырқатпай қоймайды екен. Осы толағай тұлғалы киелі бура жалғыз жүріп, жалғыз тұрады, ешкімге басын имейді. Көкшетау ормандарының ну жынысы оның туған мекені болады. Осы суды тек тазалығы мен мөлдірлігі үшін халық Күміскөл атап кеткен бір көлден ғана ішеді. Ақ бура күн сайын тал түсте Күміскөлге су ішуге келеді. Оның мұнда келетін соқпағы да біреу болатын. Бұл бура қасиеттеді. Ол жау қосындарының жақындығынан күні бұрын сезіп, боздаған даусымен халыққа төнген қауіп жайынан хабар беретін. Сондай-ақ, бура ханның ауру сырқауында ерте біліп, мұндай күндерде ерекше тынышсызданып, күңірені боздап, беймаза халге түсетін. Үрейлі күндердің алдында ақ бура толассыз ақыратын. Оның ақырғанын естіген осы төңіректегі адамдар мен далалардың халқы асығыс жиналып, жау жапқыншылығын тойтару үшін жасақтар құрып, күш біріктіретін. Ел жұрт ақ бураға құдайдай табынып, оны өздерін пәле жаладан қорғау үшін көк тәңірі жіберген әулие жануар деп санады. Көптеген жылдар өтті. Күндердің күнінде адамдар арасында бір қанішер залым пайда болды. Ол өзі сияқты шайқы бұрқы оңбаған, бас бұзар, соғылған сұмдардан топ құрып, кедей кепшіліктермен панасыздарды тонап, өлтірді. Жабайы аң қос, жануарларды аяусыз қырғынға ұшыратты. Олар жануарлармен адамдарға таяп келе жатқанда ақ бура ақырып хабар жеткізді. Содан қарақшылардың жолдары болмайтын болды. Аңдар қаскөй жауыздардан қашып құтылды. Бірақ бұл оңбағандар да жұртты бураның ақырып хабарландыратынын біліп қалып, енді оның өзінің соңына түсті. Олар оны өлтірмекші болды. Бір күні қалың орманды жойқын ақ омыраумен қақ жарып келе жатып, аңшыларға тап болды. Бір қарақшы дереу ұзын жебесіне қол салып, ақ бураның кеудесін тура көздеп, садағын тартып жіберді. Темір ұштықты жебе киелі жануардың көкірегін тесіп өтіп, өркешінен шықты. Бураның аузынан қанды көбігі шашырап, темір тұяқтармен табап тастамақшы болып, өзін зәбірлеушіге ақыра боздап, тұра ұмтылды. Қарақшы зәреш ұшып, атын қамшылап қаша жөнелді. Ауыр жарақат алған ақ бура кері бұрылып, өзі туып өскен Күміскөлдің жағасына келді. Жан тәсілім етер алдында ол басын қасиетті қағба жаққа қаратып, көзін жұмды. Киелі жануар сол қалпында қос өркешті үлкен ақ тауға айналып, мәңгілікке қатып қалады. Бұл таудың биіктігі 690 метр. Артқы өркешінен әлі күнге дейін жануарды қақырата көктеп өткен жебе сорайып шығып тұр. Содан бері ақ бура мекен еткен аймақта мейірін қандыра сусындаған Күміскөл де Бурабай деп аталады. Марқакөл туралы аңыз. Ерте замандарда Алтай тауының аңғарында бір бай кісі өмір сүріпті. Оның көп отар қойы, үйіріне сан жетпейтін жылқысы және есепсіз табын сиыры болыпты. Тағы әсіресе байдың сұлу қызы бар екен. Оған көптеген адам құда түссе керек. Бірақ бай бәрінің де бетін қайтарады.
міне сонда күллі қалыңдық қалаушылар жан жақтан ат сабылтып келіп, көлді айнала ақ үй тігіп қоныпты. Сөйтіпті де байға сөз салыпты. Ол бұлардың арасынан өзіне лайық көрген күйеу баласын таңдасын. Әйтпесе, еш қайсысы осы қонған орнынан қозғалмайды. Сонда бай ойланып алыпты да былай депті. Кімде-кім марқа қозының еті піскенше көлді атпен айналып кел алса, соған қызын ұзатып қана қоймай, қызының жасауы қатарында өзінің жарты байлығын береді. Күйеу болғысы келгендер дегенде шошып кетсе керек. Ет пісірім уақытта 95,5 шақырымдай осынша үлкен көлді қалай ғана айналып шығу мүмкін болмақ. Асылған қозының еті шапшаң піседі емес пе? Алайда басқа шара жоқ. Көніпті. Жарысқа бір кедей бақташы да түспекке белсенеді. Оның 2 жасар құнаны бар еді. Жігіт сол жел аяғына, соның ұшқырлығына зор сенім артып, тәуекелге бел буғанды. Ал оны бай жақтырмай, жарысқа қатыстырғысы келмеген, бірақ ойласа келе төрешілер рұқсат етеді. Жарыс басталады. Марқа қозы бауыздалды. Аспандағы күн көкжиекке еңкейіп барады. Ал күйеуліктен үміткерлер әлі көрінбейді. Төрешілер қымыз ішіп тосып отыр. Ал бай толқи бастайды. Ет дайын ба? Жоқ. Қазан астына отты енді жақтық дейді аспаздар. Ал өздері қыр жаққа көз салып қояды. Өздерінің бақташы досы үшін алаң болады. Біраз уақыттан кейін бай тағы да. Ет дайын ба деп сұрады. Жоқ, етті асып жатырмыз. Суы жаңа ғана қайнады. Күн батуға бет алды. Бай ашулы үнмен аспаздарға. Пісеме мына ет, әлде жоқ па деп айқайлады. Сол кезде қыр үстінде шауып келе жатқан бақташы досын көрген аспаздар қуанышты үнмен ет пісті деп жауап береді. Бай қызын кедейге ұзатуға, оның үстіне байлығының жартысын қосып беруге тура келгендіктен ашу шақырады. Бірақ амал жоқ, уәдесін бұзбау керек. Ал бақташы разы. Ол байдың сұлу қызын көптен жақсы көретін еді. Тек бір жаманы, боз баланың бәйгеде зорыққан аты мәреге жете жығылды. Содан бері көл марқа көл атаныпты. Баян ауыл туралы аңыз. Бұрынғы заманда байлығымен аты әлемге жайылған Қарабай деген бай өтіпті. Оның ай десе аузы, күн десе көзі бар Баян есімді сұлу қызы болған екен. Әсемдігі, көріктілігі 6 алашқа кең тараған Баянды айттырып алғысы келетіндердің саны күн санап көбейе түсіпті. Бірақ Баян күйеу болғысы келетін жігіттерді менсінбей қайтара беріпті. Абыр-сабырдан мазасы кеткен Қарабай қызына лайықты күйеу табудың басқаша жолын қарастырады. Сөйтіп, аягөзден төменге дейінгі аралықты алып жатқан жайлауының орта тұсы деп, тамаша жер жәннаты тәрізді өлкеге Баянның ауылын қоныстандырады. Ендігі келушілер ат басын осы ауылға тірейтін болады. Ойын-сауық, қызық думан күнде өткізіліп тұрады. Баянды көргісі келген бозбалалар, жігіттер сол ауылды іздегенде Баянның ауылы қайда, Баян ауылы қайда деп сұрастырады. Сөйтіп, осы бір табиғаты көркем өлке Баян ауыл атанып кетеді. Қарағанды туралы аңыз. Баяғыда Сахарада бір сараңбай болыпты. Оның өзге малына қарағанда ұсақ тұяғы көп екен. Ішіндегі бір қара қойды қасиетті деп, отар-отар малының құт берекесіндей көріпті. Бір күні мал өрістен қайтқанда әлгі қара қойдың жоқтығы анықталады. Әккі қойшылар байға қойдың далада қоздап қалу мүмкін екенін жеткізеді. Бай терісіне сыймай ашуланады. Ақыры жігіттер кешқұрым мезгілде отар жайылған жерлерді сүзіп шығуға аттанады. Шамалы уақыттың ішінде қас қарайып кетеді. Ай сәулесінің жарығымен қарайып көрінген нәрселердің қайсына барса да барлығы қараған болып шыға береді. Әбден шаршаған жігіттердің бірі, қайда барсаң қараған,
Бұл өзі Қарағанды жер екен ғой деп кейіс білдіреді. Сонан осы жердің аты Қарағанды аталып кетіпті міс.